Баршаңызға сәлем, гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода периксті гүлдерге қалай пайдаланамыз, қалай береміз, оның қандай пайдасы бар. Барлығын осы видеода түсіндіремін. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Қоңыраушаны қосып қойсаңыздар, менің көптеген каналда пайдалы видеоларым бар. Барлығы тегін, ашып көрсеңіздер, біраз нәрсе түсінесіздер. Гүлдің күтімі қалай болады, зиянкестермен қалай күресу керек, және гүлдерге қандай тыңайтқыштар берсеңіздер болады, қалай жасап беруге болады. Барлығы өте пайдалы, ашып көрсеңіздер болады. Ал енді перикстің гүлдерге қандай пайдасы бар. Перикс бұл өздеріңіз білесіздер, кислородтан тұрады. Ол су менен жаңағы кислородтан тұрады. Су үшін ол неге топыраққа түскен кезде суда топырақта азот пайда болады. Азот пайда болғаннан кейін тамырдың дамуы жақсарады. Былайша айтқанда тамырға кислород барады. Сонда тамыр жақсы дамиды. Біздің тамырымыз неғұрлым жақсы дамыған сайын оның жоғарғы жағы жақсы өседі. Себебі бізде барлық нәрсе сол тамырға, топыраққа, горшокқа байланысты. Бәрі бір-біріне байланысты болып тұрады, кәдімгі адамның денсаулығы сияқты. Сол себептен арасында егерде гүлдеріңіздің жапырақтары сарғайып, не болмаса жасыл түсі қанықсызданып, кәдімгідей қанық, қап-қара жасыл болмай, жаңағыдай сәл сондай слабый болып тұратын болса, дәл осы периксті берсеңіздер, жасыл жапырақ, жаңағы дұрыс қанық болмай тұрған жапырақтар қанық жасылданады. Примерно бір аптаның, 2 аптаның ішінде ол өзінің результатын көрсетеді. Периксті жалғыз ол тамырына ғана құйып емес, жапырағына да шашса болады. Жапыраққа шашқан кезде де ол 2-3 күннен кейін кәдімгідей сіздерге результат береді. Мен барлық гүлдеріме пайдаланып көргенмін. Бұдан бұрында менде үлкен бір пальма болған. Сол пальмамның біраз уақыт өткеннен кейін ол жапырақтар, жаңадан шыққан жапырақтарының өзі, баста негізі жаңадан шыққан жапырақтар қатты қанық жасыл болмайды. Ол өзінің табиғи процесі солай. Негізінде ол барлық жапырақты ашып болғаннан кейін арасында бір, білмеймін, 2 апта өте ма, әр гүлде әр түрлі. Кейбір гүлдер сразу қанық жасыл түсті ашып жапырақ ашып шығады, кейбір гүлдер сәл ақшыл жасыл түсті жапырақ ашып шығады. Ол жаңа жапырақ, нәзік жапырақ екені көрініп тұрады да. Мысалы, долларларда сондай болады. Олар қалыпты жағдай, одан қорықпаңыздар. Бірақ ол жапырақтың бәрін ашып болғаннан кейін, баяғы өзінің бұрынғы жапырақтарының қалпына келген кезде, ол дәл солар сияқты, бұрынғы өзінің ескі жапырақтары секілді қанық жасыл жапыраққа айлану керек. Ал кей кезде сол айланбай қалады. Неге? Себебі топырақта құнар азаяды, топырақта азот азаяды. Сол себептен гүлдеріміздің жапырақтары қанық жасылға айланбай қалады. Осындай жағдайлар болған кезде осы перикс водороды кәдімгі аптекада любой жерде сатылады, өте арзан тұрады және любой үйде табылады деп ойлаймын да. Сол кәдімгі бізге таптырмас көмекші болып келеді екен. Соны дәл жаңағы осы қазір мен қалай араластыратын барлығын айтамын. Дәл солай араластырып, жапырағына шашып көріңіздер пайдаланып. Мысалы, қазір мына менің гүлімнің осы жапырақтары кішкене сарғыштау, ал мынау жоғарғы жақтағы жаңадан ашқан жапырақтары қанық жасыл болып тұр. Ал ол астындағы жапырақтары топырақтың құнарының азайғаннан да болуы мүмкін, не болмаса күннің, терезенің ыстығынан да болуы мүмкін. Кей кезде астыңғы жақтағы жапырақтар сарғаяды, ол гүлдің қартаю процесі солай болады. Астыңғы жапырақтары сарғаяды. Ол кезде ол сарғайып түсіп қалады негізінде. Ал бізде қазір бұл жерде түспей тұр, демек бұған бірдеңе жетіспей тұр, не болмаса күннің қатты ыстығында қалып кеткен. Осындай кездерде
перекис водороды шашып, кәдімгі гүлдердің барлығына шашсаңыздар болады. Әрине, егерде гүліңіз бутон ашып тұрған болатын болса, оның бутонына тигізбей шашасыздар. Басқа жағына жасыл жапырақтарына шашып, тамырына құйсаңыздар болады. Алдымен гүлді суғарып аласыз, кейін барып осы тыңайтқышты құясыз. Перекисті қандай гүлдерге беруге болмайды? Болмайды деген жоқ, беруге болады барлығына. Бірақ осы білесіздер ғой, пестролистный ала жапырақты гүлдер болады. Бізде мысалы дифенбахияның ала жапырақты түрлері бар, фиукстардың ала жапырақты түрлері бар. Басқа да гүлдердің ала жапырақтары ала, сары дақ түскен, ақ дақ түскен гүлдерге үнемі осы перекисті пайдалана берсеңіз, оның келе жатқан жаңа жапырағы, өсіп келе жатқан жаңа жапырағы қанық жасыл жапырақ болып кетеді. Ана пестролистный әдемі өзінің ала түсін жоғалтады. Сол себептен оларға үнемі пайдалана беруге болмайды. Арасында беріп тұру керек, бірақ постоянно емес. Одан кейін көктем айларында, әсіресе осы герандар гүлдемей тұрған кезде, өткен видеода мен айттым, жасыл масса өсіреміз деп, алғашқы кезде. Қыста демалады, кесесіз, кескеннен кейін көктемде әр неден бүршік атады. Бүршік атқаннан кейін біз сол бүршіктерді қанық жасыл қылып, әдемі қылып, дені сау қылып өсіруіміз керек. Сол кезде осы азотный препаратты пайдалансаңыздар болады дедім. Міне сіздерге азотный дәрумен жасап бересіз. Бутон аша бастағанда уже болды, перекисті тоқтатасыз. Бутонға дайындалады ғой гүлдер, кішкене жаңағы нелер ашып, бутон нелер ашып, бүршік ашып, сол кезде уже азотный витаминді тоқтатасыз да. Калийі көп дәрумен бересіз. Калий мысалы неде көп? Мысалы калий күл, древесный угольда бар калий. Калий мысалы горох, кәдімгі кухняда горох бар ма, жарты горох. Дәл соның суында да калий өте көп болады. Сондай тыңайтқыштар берсеңіздер болады. Сол кезде бутон жақсы ашады, көп ашады, түсі, гүлдің түсі де қанық болады. Дәрумен жетіспесе, сіздің гүліңіздің бутонының түсі де өзгеріп кетуі мүмкін. Сол себептен тыңайтқыш гүл ашатын гүлдерге өте маңызды рөл атқарады. Ал енді біздің перекисті қалай дайындаймыз? Бізге аптекадан осындай 3% перекис водороды керек. 3% болу керек. Одан көп болмау керек. 3% перекис водородыды аласыз. 1 литр суға. Ол суыңыз сіздің тікелей колонкадан болмасын. Жаңағы фильтр суы болса да болады. Не болмаса жаңағы хлор суды 1 күн, 2 күн бетін ашып тұндырылған деп айтады ғой, тұндырылған су болса да болады. Сәл жылылау болса тіптен жақсы. Соған кәдімгі 1 чайный ложка перекисті құясыз, жақсылап араластырасыз, алдымен гүлді суғарып аласыз, сөйтіп соның топырағына құйып шығасыз. Шылқылдатып құю мақсат емес. Мен әр видеомда айтамын, гүлдің горшогының көлеміне қарап құясыздар. 1 литр болса 100 грамм, 2 литр болса 200 грамм, 3 литр болса да 200 грамм құйсаңыз жетеді. Ал енді дәл осы дайындалған растворымызды гүлге су шашатын ыдысқа құйып, жапырақтарына шашсаңыздар да болады. Бір жағы шаңы кетеді, бір жағы гүл сол жапырақ арқылы өзіне керекті витаминді алады. Жаңағы азотный витаминді алып, өзіңіз байқайсыз. Сондай жапырағы сарғайып тұрған, сәл түсі өзгеріп тұрған гүлдерге шашып көріңіз. 3-4 күннің ішінде анау жапырақ кәдімгідей жасыл қанық түс береді. Жасап көріңіздер. Пайдалы болса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар.